Саламатсыңдар ма білімгерлер? Мен 33 топ шебері Жайлаубай Күлмара. Бүгінгі сабақтың тақырыбы желілік хаттамалар. Интернет хаттамалары. Хаттама компьютерлік желілер арасында ақпарат тасымалдауды анықтайтын келісімдер мен ережелер жиынтығы. TCR, IP, интернет желісіне қосылған компьютерлер арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін мәліметтерді бір жүйеге келтіру ережелері немесе оларды құрастыру хаттамасы. IP, интернет протокол, мәліметтерді бірнеше бөліктерге немесе дестелерге бөлетін желі алары хаттама. Transmission Control протокол, мәліметті жөнелту ісін басқаратын хаттама. IP дегеніміз не? Интернет желісінің хаттамасы IP, желінің бір жұмыс станциясының келесісіне хабарлар дестесін жеткізуді қамтамасыз ететін негізгі хаттама. Желідегі мәліметтерді дер кезінде тиімді маршрут таңдап, дұрыс жеткізу мақсатында ақш қорғаныс министрлігі жасап шығарған. Ол жергілікті желілер мен хост компьютерлерді жалғастырып, интернет желісінде Unix ортасында кең қолданылатын IP хаттамалар тобына кіреді. Transmission Control протокол дегеніміз не? Transmission Control протокол бұл транспорттық деңгейдің ең кеңінен таратылған түрі. TCR ең маңызды функциясына бұрыннан қолданылып келе жатқан IP интернет протокол хаттамасымен салыстырғанда мәліметтерді жоғалтпай жеткізу болып саналады. Хабарламаны жеткізу үшін процесс жіберуші мен процесс алушының арасын алдын ала жалғайды. Бұл құрылған жалғау дейтаграмманың нақты түрде жетуін қамтамасыз етеді. TCR хаттамасының бүлінген немесе жоғалған пакеттерді қайталап жіберу мүмкіндігі бар. Арнайы жасалған TCR IP хаттамалар жиынына мыналар жатады. Same-File, Mail, Transfer протокол, электрондық почта. Файл трансфер протокол, TCR қолдайтын компьютердің арасында файлдарды алмастыру. Same-File, Network, Mail протокол, желіні басқару. TCR-дің IP-дің екі кемшілігі бар, ол өлшемі және жұмыс жылдамдығының жеткіліксіздігі. TCR IP үлкен хаттамалардың стегі MS-DOS клиенттерінде кедергілер туғызуы мүмкін. Бірақ та мынадай операциялық жүйе Windows-тың NT немесе Windows 95 үшін өлшемі мәселе болмайды. Ал жұмыс жылдамдығы IP хаттамасының жылдамдығымен салыстырылады. TCR хаттамалар 4 деңгейге бөлінеді. Жоғарғы деңгей қолданбалы деп аталады. Оларға FTR көшірме файлы, Telnet хаттама эмуляциясының терминалы, SMTR почталық хаттамасы, электронды поштада интернет желісінің және оны ресейлік Relcom бұтағының қолданылуы, өшірілген ақпараттар гипермәтінді кіру сервисі және тағы www сияқты басқалар кең қолданылатын хаттамаларға жатады. Келесі деңгей, екінші деңгей, негізгісі деп аталады. Бұл деңгейде Transmission Control протокол жіберумен басқарылатын хаттама және User Datagram протокол пайдаланушы дейтаграмма хаттамасы жұмыс істейді. UDR хаттамасы қолданбалы пакеттің дейтаграмма әдісін жіберуді қамтамасыз етеді. Яғни виртуалды қосылудың орнатуынсыз, сондықтан TCR-ден аз қолданбалы шығындарды талап етеді. TCR хаттамалар 4 деңгейге бөлінеді. Жоғары деңгей, келесі деңгей, үшінші деңгей, бұл желіаралық әрекеттестік деңгей. Жергілікті желілерді хаттамалардың әртүрлі қолдануымен X25 желі аймақталған арнайы байланыс желісімен және дейтаграмма жіберумен айналысады.
IP хаттамасы дейтарамалық хаттама болып табылады. Яғни хаттама коммутациялық пакеттен қосылусыз біріктірілген. Ең төменгі 4-ші деңгей OSI моделінің физикалық және каналдық деңгейлеріне сәйкес желіаралық интерфейс деңгейі. Бұл TCR/IP хаттамаларында белгіленбейді, бірақ барлық физикалық және каналдық деңгей стандартына танымал. Токен Rings бұл жергілікті канал үшін, ал глобальды канал үшін SLAPP желілерінде бөлінген глобальды желінің жүйелі каналдарын орнатады. TCR/IP хаттамаларында стектер. TCR/IP стегі әрекетті есептеу ортақ үшін басқа желілердің ортақ жүйен хаттамалар ретінде IP-я NET желісі тәжірибе байланысы үшін 20 жыл бұрын ақш қорғаныс министрлік бастауы бойынша өңделді. IP және TCR танымал хаттамалардан өзінің есімімен алған TCR/IP стегі дамуына үлкен салым. OS Unix стек хаттама версиясын жүзеге асырған Беркли университетінің мамандары енгізді. Бүгін бұл стек дүниежүзілік интернет ақпарат желі компьютер байланысы үшін, сонымен қатар бірлескен желілер үлкен санда қолданылады. Стектің атауын берген негізгі хаттамалар IP және TCR болып табылады. Бұл хаттамалар OSI моделінің терминологиясында сәйкесінше желілік және транспорттық деңгейлерге жатқызылады. IP пакеттік құрама желі арқылы қозғалысын қамтамасыз етеді, ал TCR оның жетуіне кепілдік береді. Қазіргі уақытта TCR/IP стегі есептеу желісінің транспорттық хаттамаларын көп таралған спектрінің бірі болып табылады. TCR/IP стегінде хабарды кең тарату мүмкіндіктері өте тиімді қолданылады. Бұл қасиет аумақтық желілер сипатта байланыс жолдарын баяу жұмыс кезінде өте қажет. Интернет хаттамаларының стегі бойынша көптеген қолдаулар мен қарсылықтар келтіруге болады. Алайда қазіргі кезде бұл ауқымдық және жергілікті желілерде кең қолданылатын хаттамалар стегінің ең әйгілісі болып табылады. Осымен сабақ бітті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.